Пияз кез келген тағамға қосылатын пайдалы көкөніс. Оның өткір иісі мен ащы дәмі үшін бұл көкөністі онша ұната бермейтіндер де бар. Бірақ пиязсыз тамақтың тәтті болмайтыны тағы бар. Әсіресе салқын күнде оған деген сұраныс арта түседі. Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қандай ауруларды қызыл пиязбен емдеуге болатыны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Салат пен тағамның дәмін де түсін де жақсартатын қызыл түсті пияздың емдік қасиеті баршылық. Қызыл пияз салқын тию, холестерин, диабет, геморрой, ішек құрты, гастрит, несеп жолдары, қызыл иектің қабынуы, зат алмасу, жүрек қан тамыр ауруларына ем болады. Жөтел мазалағанда бір келі қызыл пиязды майда үккіштен немесе ет тартқыштан өткізесіз. Езбені жарты литрлік шыны банкіге толтырып саласыз. Оны алдын ала дайындалған нанға арналған қамырға орап пешке қойыңыз. Нан піскен кезде пешті өшіріңіз. Бірақ нанды алуға болмайды. Салқындағанша пеште тұрғаны дұрыс. Нан салқындаған кезде сыртқа алып, банкідегі емдік қоспаны қолданасыз. Қан қысымы көтерілгенде де қызыл пияз ем болады. 2 дана қызыл пиязды ет тартқыштан өткізіңіз. Дайын болған езбеге сондай көлемде бал араластырып, күніне 3 реттен бір ас қасықтан қабылдайсыз. Емді тамақтанудан 3 сағат алдын бір ас қасықтан ішу керек. Қан қысымы төмендегенде де қызыл пияз көмекке келеді. Қан қысымын бал мен пияз қалпына келтіреді. Ол үшін тура осы әдіспен езбе дайындап аласыз. Бірақ қоспаны тамақтың алдынан емес, тамақтан соң, яғни 3 сағаттан кейін бір ас қасықтан қабылдау керек. Емделу мерзімі 2 ай. Бұл емдік қоспа қан қысымын қалыпты ұстап тұруға септігін тигізеді. Сондай-ақ қызыл пияз қақырықты түсіреді. Шикі пиязды ет тартқыштан өткізіп, кеңдеу ыдысқа саласыз. Оған бал мен қоңыр қант қосып, бетін жауып қоясыз. Бір тәуліктен соң ыдыстағы пияз шәрбатын сүзіп алып, ішке қабылдайсыз. Ол шәрбат ұзаққа созылған жөтелді емдейді және қақырықты түсіреді. Егер сізді геморрой мезі етсе, еш ойланбай қызыл пияздың шырынын сығып алыңыз. Емдік шырынды тамақтанудан 15 минут бұрын бір шай қасықтан ішке қабылдайсыз. Нәтижесін бір жұмадан кейін ақ байқауға болады. Сонымен қатар жүрегі, ауыз қуысы, асқазаны ауыратын адамдарға да қызыл пиязды көбірек жеу керек. Сондай-ақ бұл көкөніс вирусқа қарсы дезинфекциялаушы және антисептикалық болып саналады. Сондықтан пияз тұмауға, бронхитке, суыққа, жөтелге арналған алғашқы дәрі-дәрмектердің бірі болып табылады. Қызыл пиязда С витаминінің көп мөлшері иммунитетті күшейту үшін қолданылады. Асқазан ішек аурулары кезінде пияздан жасалған шырын қолданылып, тамақты ассимиляциялауға көмектеседі. Қызыл пияз өзінің емдік қасиеттеріне ие. Осы қызыл пияздың қатерлі ісіктің алдын алатыны белгілі болды. Мэриленд университетінің медициналық орталығы пияздағы кверцетиннің жоғары мөлшері сүт безі, тоқ ішек, қуық асты безі, аналық без және өкпеге ерекше әсер етіп, рак клеткаларын тежеуге көмектесетінін айтты. Сондай-ақ қызыл пияз фолийдің әсерінен ұйықтап қалуға көмектеседі және құрамындағы С дәруменінің арқасында денеміздегі коллаген деңгейін нығайтуға да көмектеседі. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.